Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын жаңға қосылған бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Маған тіркеліп менің видеомды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан сүтімізді, 1 стакан суымызды және шекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Және сары майымыз бен ашытқы және ұнымызды қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұндарыңыз аз болатын болса, аз-аздан сала отырып, ұн салсаңыздар болады. Қамырымызды елеп алған соң, жарты кесе сұйық майымызды құйып жібереміз. Сосын бетін жауып көтерілуге 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Ал енді жаңғағымыз дайындап алатын боламыз. Бұл жерде мен жаңғақты пышақ арқылы майдаладым. Сіздер блендерге салып майдалап алсаңыздар болады. Және 3 қасық шекерімізді салып, екеуін араластырып алып дайындап қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Қолымыздың көмегімен домалақ пішінді қылып жасаймыз. Сөйтіп, барлығын жасап алған соң, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Біз осылай салафанмен бетін жауып 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз 10 минут тұрып, әдемі болып көтерілді. Ал енді бір жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Жарып алған жұмыртқамызға шетінен бастап қамырымызды батыратын боламыз. Жұмыртқамызға батырған соң, жаңағы дайындап алған жаңғағымыздың үстіне батырып, табамызға орналастыратын боламыз. Солай барлық қамырымызды осылай жаңғаққа, жұмыртқаға батырып отырып дайындайтын боламыз.
Барлық қамырымызды дайындап алдық. Ал енді пешімізге жарты сағатқа 180-200 градуста пісіріп алатын боламыз. Біздің жаңғақ қосылған бәлішіміз дайын болды. Менімен соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым Ерғалиқызы.